Canva платформасында оқушыларға беруге болатын бірнеше интерактивті тапсырма түрлері бар. Оқушыларға өздері қызығатын тақырып бойынша, мысалы, интерактивті презентация жасауға тапсырма беріңіз. Презентацияға бейне, гиперсілтеме, сурет, анимация және де басқа сілтемелер қосуға болады. Оқушыларға өз зерттеулерін немесе жобаларын осы форматта ұсыну. Интерактивті тапсырмалардың тағы да бір түрі ол комикс жасау. Оқушылардан белгілі бір тақырып бойынша комикс жасауын сұраңыз. Бұл оларға тақырыпты шығармашылықпен түсінуге және қызықты тәсілмен жеткізуге мүмкіндік береді. Комикс жасау барысында оқушылар өз идеяларын сурет, мәтін және кейіпкерлер арқылы интерактивті тапсырмалардың түрінің бірі ол инфографика. Мысалы, су тасқыны туралы немесе тарих сабағында тарихи оқиғалардың хронологиясын көрсету, биология сабағында экожүйенің құрылымын бейнелеу сияқты тапсырмаларды орындау. Canvaның интерактивті элементтерін пайдаланып, оқушыларға викторина немесе тест құрастыруды тапсырыңыз. Оқушылар викторина арқылы бір-бірінің білімін тексеріп, жаңа ақпаратты қызықты түрде. Интерактивті тапсырмалардың бірі ол постер дайындау. Оқушыларға белгілі бір оқиға, тұлға немесе ғылым саласы бойынша постер жасауға тапсырма беріңіз. Мысалы, мына жерде химия зертханасына қауіпсіздік ережелерін жазуға постер дайындалған. Постер дайындау оқушылардың зерттеу дағдыларын дамытып, визуалды дизайнға деген қызығушылығын оятады. Оқушыларға интерактивті тапсырма беру үшін сіз үлгі дайындап бере аласыз, немесе бос үлгіні беріп, таза үлгіні беріп, немесе оқушыларға басынан бастап, нөлден бастап дизайн үлгі жасауды ұсынсаңыз болады. Canva интерактивті тапсырмаларды жылдам дайындауға арналған көптеген үлгілерді ұсынады. Алдымен үлгі табайық. Үлгі табылғаннан кейін, мысалы, мына жерде комикс дайындау тапсырманы береміз. Оқушылармен бөлісу үшін мына батырманы басамыз, бөлісу, және мына жерден сілтемесі бар кез келген адамды таңдап, өзгерте алады деген опцияны таңдап. Студенттерге бос дизайнды тағайындап, оларға өз шаблонын жасауға мүмкіндік беріңіз. Олар, мысалы, мына тақырыпқа инфографика дайындай алады. Инфографикаға әртүрлі гиперсілтеме, суреттер және тағы да басқа ақпаратты қосып дайындай алады. Оқушыларға нөлден бастап дизайн жасауға мүмкіндік беру арқылы олардың коммуникативті дағдыларын дамытуға мүмкіндік беріңіз. Студенттер постер, инфографика немесе тіпті бейне жасауды таңдай алады. Аяқталғаннан кейін дизайнды сізбен және басқалармен бөлісе алады. Canva платформасы интерактивті тапсырмаларды тез әрі оңай дайындауға мүмкіндік береді. Платформаның қарапайымдылығы мен функционалдығы оқыту процесін тиімді ұйымдастыруға көмектеседі. Интерактивті тапсырмаларды қолдану арқылы сіз оқушылардың белсенділігін арттырып, олардың оқу процесіне деген қызығушылығын күшейтесіз. Canvаны пайдаланып, сабақтарыңызды жаңа деңгейге көтеріңіз.